Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, өте дәмді, үлпілдек болып көтерілетін шабдалы пирогының құпия рецептімен бөлісетін боламын. Керек заттың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ал олай болса біз бастайық. Бізге керек болады шабдалы, жұмыртқа, құмшекер, сұйық май, қаймақ, ұн, қамыр қопсытқыш. Жұмыртқамыз бөлме температурасында болуы қажет. Жұмыртқаны жарып, оның үстіне шым-шым тұзды және құмшекерді салып, миксердің көмегімен 2 есе масса болып ағарғанша миксерлейміз. Осындай ақ болғанда үстіне сұйық майды және қаймақты салып, араластырып аламыз. Ары қарай енді електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышты салып, араластырып, сұйық массамыздың үстіне жаймендеп салатын боламыз. Бірден салудың қажеті жоқ, бірден салсақ біздің сұйық массамыз басып алмау қажетпіз. Сол үшін ұнымызды 3-ке бөліп саламыз. Біздің массамызды бірінші қолмен араластырып, одан кейін барып 1 минуттай миксердің көмегімен араластырамыз. Құрметті көрермендер, менің арнама тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Бізде осындай қою масса шығатын болады. Енді біз шабдалымызды турап аламыз. Әркім өзі қалауы бойынша тураса болады. Мен осылай ұзынша етіп турадым. 22 диаметрлі табамызға астына пергамент қағазын төсеп, оны кішкене майлаймыз. Одан кейін сұйық массамыздың қамырын осының үстіне бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырудың қажеті жоқ. 200 градусқа қойып 20 минутқа пісіретін боламыз. Ең алдымен барлығын тегістеп болғаннан кейін шабдалыларымызды осылай бір-біріне жақын етіп қойып шығамыз. Бізде 20 минут өтті. Біздің шабдалы пирогымыз дайын болғаннан кейін бетіне қалауыңызша қант ұнтағын сепсеңіз болады, және де бөлме температурасында қалдырып суытатын боламыз. Осындай дәмді тәп-тәтті балғын пирогымыз дайын болды. Енді сіздерге ішін көрсетейін. Өте дәмді және де іші ешқандай құрғақ емес, өте әдемі болып шығады дәмі. Жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымда басқа да мастер-класстағы құпия рецептерді тегін бөлісетін боламын. Менің арнама өтіп, тіркелуді ұмытпаңыз. Және де қазақ тілді арнаның көбеюіне өз үлестеріңізді қосу мақсатында қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әсем. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Күтіңіздер.